Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Жезқазған қаласы нөмір 8 гимназиясының биология пәні мұғалімі Асанбаева Құралай боламын. Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге қажетті платформа Нейропод платформасымен таныстырғым келеді. Назарларыңыз экранда болсын. Neuropod.com сайтына кіресіздер. Бұл жақта 3 категория тұрады. Оның ішінен ұстаздар деген, учителя деген категорияны таңдайсыздар. Бұл Neuropodқа Google аккаунт арқылы немесе электронды почта арқылы тіркелулеріңізге болады. Создавать деген жерді басасыздар. Соның ішінде сабақтар, видеолар, слайдтар және сабаққа қажетті әртүрлі элементтерді қосуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әртүрлі сабаққа қолданатын видеолар, презентациялар жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Мен сіздерге викторина бойынша тоқталғым келеді. Бұл викторинада сұрақтар құрасыздар мына жерде, және астында осыған варианттарын келтіресіздер. Қосымша тағы да варианттар келетін болса, добавить деген жерін басасыздар. Сұрақтар бойынша добавить вопрос деген жерін басып көресіздер. Бұл басты бетте бұл жаңағы құрған сұрақтарыңыз шығып тұрады. Оқушылар алдын ала жазып алуға немесе Neuropod сайтына кіріп қолдануға болады. Сілтемемен кіргеннен кейін оқушыларды сұрақтар шыға бастайды. Мұғалім өзінің басты бетінде оны көріп отыра алады. Жұмыс барысында дұрыс жауаптары жасылмен, дұрыс емес жауаптары қызылмен белгіленеді. Оқушылар қалай жауап беріп жатқандарыңыз көрініп тұрады. Оқушының қанша ұпай жинағаны сонда көрсетіледі. Бұл сайтта ақылды түрлері де бар. Бізге енді ұстаздарға қажеті ресурсы для учителей деген бөлімі. Бұл жақта жаңағындай әртүрлі ұстаздарға, әсіресе ағылшын тіліне, өз сабағын ағылшын тілінде беретін Клейл бағытындағы ұстаздарға көптеген жақсы видеолар, сабақтар бар. Бұл платформаның артықшылықтары және кемшіліктері бар. Артықшылықтары кері байланыс алуға болады. Клейл бағытындағы ұстаздарға тиімді, ағылшын тілі пән мұғалімдеріне дайын контенттер бар. Кемшіліктеріне келетін болсақ, Android және iOS жүктемелерінде қаріптерді таңдайды. Құрметті ұстаздар, бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сабақтарыңызға қолданып көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.